Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге мен Әсел. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз бүгін сіздермен құймақ жасаймыз. Ол үшін алдымен сүт, ұн, сода, жұмыртқа, сары май, шым-шым тұз, қант қажет болады. Алдымен сүтімізге қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қантты өз қалауларыңызша саласыздар. Қантымызды әбден ерітіп алып, толығымен еріген кезде оған 2 жұмыртқаны, 2 немесе 3 жұмыртқаны жарып саламыз. Мен 2 жұмыртқа салдым. Жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Содан соң оған шым-шым тұзымызды салып араластырамыз. Бұдан кейін соданы саламыз. Енді сары майымызды қосамыз. Ең соңынан ұнды саламыз. Біздің қамырымыз қою, қоймалжың емес, сұйықтау болғаны жақсы. Егер қамырларыңыз сұйықтау болса, біздің құймақтарымыз жұқа, нәзік болып шығады. Сол үшін сұйықтау қылдырып алыңыздар. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді осыны миксермен жақсылап араластырып аламыз. Миксермен араластырсаңыздар, қамырларыңыз бір келкі болып, ішіндегі түйіршіктерінің барлығы еріп, ұндары жақсы болып шығады. Міне қамырымыз осындай болды. Енді осыны қызып тұрған табада кішкене ғана май жағып, бір қасықтан құямыз. Силиконды күрекшенің көмегімен астының қызарғанын байқау үшін шетінен осылай басып көреміз. Міне осылай аударамыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда тезірек піседі. Міне біздің құймақтарымыз осылай дайын болды. Міне осымен біздің құймақтарымыз дайын. Жасап көріңіздер, ас болсын.